Сәлем достар, сіздер мен биоакадемик және мен Құрманжан Тасқын. Жалпы өткен сабақта біз шарттар туралы өттік. Ал бүгінгі сабақта біз while циклін үйренетін боламыз. Цикл дегеніміз белгілі бір іс-әрекетті қайталау үшін қажет. Мысалға мен экранға 1-ден 10-ға дейін санды шығарсам, ол үшін біз алдында үйренген printпен шығаруға да болады. Яғни print 1, print 2 деп яғни 10-ға дейін жазып шығу керек. Ол деген көп уақыт алады. Мысалға 10-ға дейін жазуға болады, бірақ 100.000-ға келген кезде ол көп деген уақыт алуы мүмкін. Осы кезде while циклін қолдану керек. Яғни бірінші айнымалы ашамыз, i тең 1. While циклін қосамыз. Яғни 1-ден 10-ға дейін болғандықтан i кіші немесе тең 10 деп аламыз. Қос нүкте. Экранға шығарамыз i-ды. Осы кезде 1-ден 10-ға дейін, яғни бір сананы арттырып отыру үшін, яғни i-ға 1 қосып отырамыз. i тең i қосылған 1 деп экранға шығарып көрейік. Яғни өздеріңіз көргендей 1-ден 10-ға дейін арттыру. Яғни бұл жерде 1-ге арттырудың тағы бір түрі бар жазуға. Яғни i қосу тең 1 деп. Бұл да дұрыс. Яғни өздеріңіз көргендей 1-ден 10-ға дейін. Тағы қосайық. Print деп. Print. Бітті деп. Қосып көрейік. Яғни 1-ден 10-ға дейін бітті. Ал енді біз 1-ден 10 аралығында тек қана жұп сандарды шығарып көрейік. Ол үшін бізге i деген айнымалы жұп екен тексеретін шарт қоюымыз керек. Мысалы, айнымалы 1-ден 10 аралығында, яғни f, i, яғни 2-ге қалдықсыз бөлінетіндей болу керек. 2 тең 0. Яғни ол кезде экранға шығару керек i-ды. Яғни i-ды 1-ге арттыруымыз керек. i қосу тең 1. Яғни қосып көрейік. Яғни 2, 4, 6, 8. Яғни тек қана жұп сандарды шығарды 1-ден 10-ға дейінгі. Print. Бітті дейік. Ал егер тақсандарды шығаратын болсақ, яғни қалдығы 1 болу керек. Қосып көрейік. 1, 9, 5, 7. Яғни шықты деген сөз. Дәл осы сияқты, яғни 1-ден 100-ге дейінгі тақсандарды қосып көруге де болады. Яғни өздеріңіз көргендей, немесе жұп сандарды. Ал енді біз 1-ден 10-ға дейінгі санның қосындысын тауып көрейік. Ол үшін цикл 10-ға дейін болады. Қосындысын санап отыратын айнымалы ашуымыз керек. Мысал ретінде, яғни ол айнымалы s деп алайық. S тең 0. Ал келесіде, яғни s i-дің арттырылған санның қосып отыру керек. Ал i 1-ге арттырып отыру керек. Яғни экранға шығарамыз s-ті. Яғни 1-ден 10-ға дейінгі санның қосындысы 55 екен. Яғни қалай қосылды дегенде, мысалы, i 1-ге арттырылды. Яғни s алдында 0 болды, 1-ге арттырылған соң ол 1 болады. Яғни 1 сақталады, s-дің i-дің артылған 1-не тағы 1 кеп қосылады. Яғни келесі 2 келеді. 2, яғни 2 қосылған соң s-ге барып сақталады, яғни 2-ге 1 қосылғанда 3 болады. Яғни 3 келесіден сақталған соң, яғни 3 s-тегі 3-ге барып қосылады, яғни 6 болып осылай кете береді. Солай 55 деген нәтиже шығарды. Ал келесіде біз енді шексіз цикл жасап көрейік. Ол үшін принтқа шығарамыз енді экранға. Мысалы, Python деп сөз алайық. Яғни ол үздіксіз қайталанып отырады.
Бұл жерде бұл шын, яғни ақиқат болғандықтан оны true деп алуға да болады бізге. True қосып көрейік. Яғни өздеріңіз көргендей ол жұмыс жасап тұр. Мысалы тағы мынандай цикл жасап көрейік. Қолданушы 6 деген батырманы баспайынша қайта-қайта сан енгізуін сұрай беру керек. Яғни оған true, мысалы x деп алайын. X тең, яғни бүтін сан енгізу керек. Input, яғни сан енгізіңіз деп. Сан енгіз. Осы кезде яғни шарт қоямыз. If x тең 6-ға болған кезде break дейміз. Яғни break деген мағынасы бұл жерде циклді үзіп жібер деген сөз. Қосып көрейік. Сан енгіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни аяқталды. Ал жерде тағы қосуға болады. Print. Яғни аяқталды деп. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни аяқталды. Яғни біз 6 деген батырманы басқанда аяқталды деп шықты. Яғни бұл программа жұмыс жасайды деген сөз. Жалпы бұл біздің while циклмен жасаған программа. Айдың керегі жоқ, негізі алып тастау керек. Ал бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта, яғни for циклін өтетін боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.